Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңай дайындалатын шайға өте дәмді кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып және каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды саламыз да миксердің көмегімен жақсылап тұрып, 2 есе ұлғайғанша аппақ масса болғанша миксерлеп аламыз. Шамамен 3-4 минут аралығында осылай миксерлеп алдым. Егер де миксерлеріңіздің мощностьі аз болса, онда кішкене көбірек миксерлейсіздер. Және де айранымыздың үстіне разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз да жұмыртқалы массамыздың үстінен құямыз. Сұйық майымызды құямыз және де миксердің көмегімен орташа жылдамдықта бір араластырып аламыз. Массаны басып алмауымыз қажет. Енді осының үстінен алдын ала електен өткізілген өлшенген ұнымызды саламыз. Бастапқыда ұнымыз шашырап кетпес үшін миксерді қоспай кішкене осылай араластырып алам. Кейін миксердің көмегімен бір келкі түйіршіксіз масса болғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне видеода көрсетілгенде сұйықтықтағы масса болу керек. Енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша осындай мейіз немесе шоколадты үгітіп қоссаңыздар болады. Мен осындай қара мейіз қостым. Шаймен ішкенде өте керемет болып, дәмі бір ерекше болып тұратын болады. Және де осындай лопатканың көмегімен араластырамыз да қазір енді формамызға құйып алатын боламыз. Осы кезде алдын ала пештеріңізді ысытып қойыңыздар. Менде осындай кексқа арналған форма бар, соған салдым. Егер жоқ болса, пирогқа арналған домалақ формаға да пісіре берулеріңізге болады. Немесе жаңағы кекстің өздерінің силиконовый ыдыстар болады, соларға да бөліп пісіре берсеңіздер болады. Осылай құйып аламыз және де бір келкі болу үшін кішкене сіркіп қозғалтып жіберетін боламыз формамызды. Алдын ала 180 градус қысып тұрған пеште шамамен 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Міне осылай жарылып пісетін болады. Толық суғаннан кейін формасынан алып, үстіне қалауларыңыз бойынша осындай сахарный пудра сеуіп ұсынсаңыздар болады. Енді дәмі шаймен ішкенге өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тез дайындалады. Және де қазақша контентті қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Ақбота.